Тірі жетім бірінші бөлім болған оқиға. Әкем мен шешем ажырасқанда мен небәрі 3 жаста болатынмын. Сот залында отырмыз. Біз үшін бәрі шешім қабылдап, кім-кіммен қалатынын сұраған да жоқ. Аға мен құндақтағы сіңілім үшеуміз көзіміз жәутеңдеп отырмыз. Екі жақ өзара айғайласып жатыр. Бізге пысқырып та қарар емес. Сонымен мен ағаммен әкемде, құндақтағы сіңілім анаммен қалатын болды. Бірақ менің анаммен қалғым келетінін ешкім сұраған да жоқ. Мен де айқайдан қорыққанымнан ештеңе айтпадым. Сонымен біз әкеммен тұрып жаттық. Әжеміз әкемнің інісімен сол ауылда бөлек тұратын. Әкем бізді күнде балабақшаға алып келіп, кешке алып кететін. Бір күні артымыздан ешкім келмеді, кеш болды. Ағам екеуміз ғана көзіміз жәутеңдеп далада отырмыз. Қас қарайғанда сол жерде қарауыл орыс апа болатын. Сол апаның қызы Тамара біздің тәрбиешіміз. Орыс апа бізді үйіне алып кетті. Тамара апайымыз қазақша таза сөйлейді. Бізге тәтті бәліштер беріп, шомылдырып, аппақ төсекке жатқызып ертегі оқып берді. Сол кезде Тамара апайымнан маманың иісі шығып тұрғандай. Өзі сондай сұлу, мейірімді, жуылған шашымды тарап бергенде, шіркін, Тамара апай менің мамам болып кетсе ғой деп армандағаным әлі есімде. Анамызды көрмегелі бірнеше ай болып түрінде ұмытып қалғанбыз. Әкеммен тұрғанымызбен бәрібір ананың жылы алақанына жетпейді ғой. Сол Тамара апайымның үйінен бала бақшаға барып келіп жүрдік. Тіпті өз үйімізге барғымыз келмей сол апайдың үйінде қалғымыз келетін. Өйткені ол үй жылы, тамағы да тәтті, күнде шомылдырып шашымды тарап бергені ұнайтын. Бір күні әжем мен әкемнің інісі келіп бізді алып кететін болды. Әкелерін алысқа жұмысқа кеткен, 2-3 күнде келіп қалады. Оған дейін бізбен тұрасыңдар деп біздің қарсылығымызға қарамай алып кетті. Мен апайымды қимадым. Артымнан қарап тұрғанын көріп, қолымды соссам да мені алып қалмады. Тек көз жасын сүртумен болды. Әжемнің үйінде жүріп балабақшаны ұмыттық. Ол жерге қайта бармадық. Бір күні әкем келді. Әжеммен өз інісіне айғайлап ұрысып жатыр. Сондағы түсінгенім, әкем бізді Тамара апайға уақытша тапсырып кеткен екен. Әжеме неге алып кеткенін сұрап бақырып жатыр. Әжем бізді бермейтінін айтып әлек. Ес білгелі айғай-шуды естумен келдік. Бізді ештеңе түсінбейді де ойлайды, бірақ біз бәрін түсінетін едік. Ағам екеуміз ұрыс басталғаннан бұрышта құшақтасып тығылып отыратынбыз. Бізді зат құсатып ары-бері тартқылағанынан шаршадық. Ешкім біздің пікірімізді сұрамайды. Әкем бізді ары тартып, бері тартып, соңында екеумізді де алып кетті. Үйге барсақ бір әйел жүр екен. Мынау сендердің аналарың болады, есімі Дариға. Енді сендерде мама бар. Бар маманды құшақта деп әкем түк болмағандай күліп тұр. Менің бар ойым әжемде, жүрегім алай-дүлей. Жаңа мамаға қуанып та тұрған жоқпын. Өгей шешеміздің артынан бір қыз, бір ұл еріп келген болатын. Сонымен әкем күнде жұмысқа кетеді. Ал біздің өміріміз қалай өтіп жатқанында шаруасы болмайтын. Үйде үйрек қаздар бар. Өгей шешеміз бізді танытпай тұрғызып, сол қаздарды баққызатын, үйге кіргізбейтін. Өздері көлеңкеде отырып бізге күннің астында тірлік істететін. Кейде бауда ағам екеуміз ойнап жүріп сол жерде ұйықтап қалатынбыз. Кешкі тамаққа бір үзім нан мен жарты тостақ тамақ беріп қояды. Оған біз тоймай тағы нан сұрасақ жалмауыздар деп ұрсып беретін еді. Бір күні өгей шешеміз бізге әжелеріңді сағындыңдар ма, барасыңдар ма деп сұрағанда қуанып кеттік. Әжемізбен бір ауылда тұрғанымен арасы әжептәуір алыста болатын. Арасында 2 тау төбе бар. Сонымен өгей шешеміз бізді өздерін бара беріңдер деп танытпай шығарып жіберді. Біз жаяулатып ағам екеуміз жолда ойнап, гүл теріп кешке дейін жүріп қалдық. Қарнымыз ашқан соң ғана тездетіп әжемнің үйіне жеттік. Әжем бізді көріп жылап, құшақтап жатыр. Сонда біздің үсті басымыз кір, шашымыз жалбырап, азып тозып барғанымызды көріп жылаған екен ғой. Әкемнің інісі, шешемді сендер-ақ өлтіретін болдыңдар, неменеге келесіңдер? Өткенде тағы да жүрегін ауыртып кеттіңдер деп ұрысып жатыр. Әжем біздің сөзімізді сөйлеп әлек. Сонымен кешке әкем жұмыстан келгенде өгей шешем жылап, інін мен шешен келіп мені жұлып, қызын мен баланды алып кетті деген ғой. Әкем әжемнің үйіне жұлқынып
келе жатқанын көріп біз қорыққанымыздан қораның ішіне тығылып қалдық. Балдарым қайда? Неге сіз маған тыныштық бермейсіз? Менің әйелімді неге ұрасыз? Менің балдарымда не ақыңыз бар деп әжеме айғайлап жатыр. Сенің қатынында менің шаруам жоқ, бәленді жаппа. Балдарыңды мен қайдан білейін, қарауылмын ба деген. Сол әкем үйге кіріп жүгіріп бізді іздеп жүр. Біз қорқып құшақтасып қатып қалғанбыз. Әжемнің қой дегеніне қарамай барлық жерді іздеп бізді тауып алды. Екеумізді сүйреп шығарды. Ағам, бармаймын, өлтірсең де ол үйге бармаймын. Анау бізге тамақ бермейді, сен ештеңе білмейсің, бізді күннің астында жұмыс істетеді, деп ағам тістеніп алған. Әкем күректі ала сала ағамды сабап жатыр. Әжем әкемнің қолына жармасып еді, итеріп жіберді. Әжем құлап ойбайлап жатыр. Ағам да жерде жатып ойбайлап жылап жатыр. Мен мына жақта жылап тұрмын. Ол кезде әкемнің інісі Талғат аға аңшылыққа кеткен. Әкем мені көтеріп алып үйге қарай алшақтап баса берді. Мен тағы да ағама қолымды созып жүрегімнің жартысы қалып бара жатқандай жылап ұзай бердім. Содан бәріміз жан-жаққа тарап кеттік. Ағам бір жақта, анам мен сіңілім қайда екенін де білмеймін. Мен мына жақта жападан жалғыз өмір сүре бердім. Әкем мені алып кеткен күні Талғат ағам үйіне келген. Әжем мен ағамды көршілер ауруханаға апарып жатқызыпты. Әжемнің қолы сынған, ағамның белі сынып кетіпті. Талғат ағам әкеме келіп екеуі әбден төбелесті. Айқай-шуға менің етім әбден үйреніп қалғандай. Тіпті қорқып та тұрған жоқпын. Сонымен әкемді Талғат ағам сотқа беріпті. Сот ұзаққа созылып, сонында ағам әжемнің үйінде қалатын болды. Тіпті екеуімізді екі бөлек мектепке берді. Ол кезде мен 1-ші сынып, ағам 3-ші сыныпқа бардық. Сол аралықта өгей шешем бірінен соң бірін 2 қызды дүниеге әкелді. Бірақ қыздарына мені жолатпайтын. Қанша дегенімен бауырым ғой, құшақтап сүйгім келетін. Бір күні үйге кірсем бесіктегі бөпе құсып жатыр екен. Мен аузын сүртіп иіскеп жатқаным сол, шешесі кіріп келіп, ойбай, мен қызымды тұншықтырып жатыр, жоғал, жолама менің қызыма деп айғайлап жатыр ғой. Даладан әкем келіп мені итеріп үйден шығарып жіберді. Мен бауға барып жылап отырып ұйықтап қалдым. Бір кезде анам келіп бетімнен сипап, үстімде көрпе жауып, маңдайымнан сүйе бергені сол, оянып кеттім. Үйдегі итіміз Таймас бетімнен жалап жатыр екен. Тұрып үйге кірсем бәрі ұйықтап жатыр. Мені іздеген адам жоқ. Тапшанның шетіне барып жата салдым. Мен ерте есейдім. Ес білгелі айқай-шу естумен келемін. Менің кішкентай кездегі анамның әперген ойыншықтарын өгей шешем көзімше өртеп жіберді. Сол ойыншықтармен қоса менің бақытты балалық шағымды да өртегендей болды. Енді анамнан ешқандай естелік қалмады. Тіпті альбомдағы анашымның суреттерін де менің көзімше өртеп жіберген. Өгей шешем маған тек даланың жұмысын істететін. Отын жинап, жоталардан жылқының кепкен малағын теріп, қураған ағаш шауып келетінмін. Күздің кезінде далаға мұздай суға кілем жуғызып, үнемі мұрнымнан су тоқтамай гайморит болып жүретін едім. 8 жасымда үйде Банумен, өгей шешемнен туған қыз, қуаласпақ ойнап жүргенбіз. Ол кезде үйде тоқ пеш болатын. От жағатын пешіміз онша жылымаған соң сол тоқ пешті қосатын. Үйдегілер бір жаққа кеткен. Бану екеумізден бөлек 1,5 жасар Назым да бар. Үшеуміз ойнап жүрміз. Бір кезде Назым тоқ пешке түсіп құлап қалды. Тоқ пешімізден шытырлап от шығып жатыр. Біз қорқып көршілерді шақырып келдік. Сонымен әп-сәтте үйге адамдар жиналып қалды. Назым тоққа түскеннен тілі қатпай шетінеп кетті. Өгей шешем келіп маған айғайлап, қызымды сен өлтірдің, сен әдейі тоққа итеріп жібердің, сен бізден кек алу үшін істедің. Мен сені өлтірем деп маған қарай ұмтылғанда көршілер әрең ұстап қалды. Мен өз алдыма қорқып дірілдеп тұрмын. Сонымен еш жазықсыз періште әке шешемнің күнәсін арқалап кете барды. Назым кеткелі біздің жағдайымыз нашарлай бастады. Мен ол кезде 13 жасқа толғам. Әкем жұмыссыз қалды. Сол жылдары ақша ауысып, күн көру қиындай бастаған. Біз өгей ағам екеуіміз шағын базардан алдына
барып пісте, сағыз, тағы да басқа майда шүйде сататынбыз. Сонымен біз әбден саудаға үйреніп қалдық. Орталықта өзбек апа нан сататын. Соның нанын 5 теңгеге алып, мына жаққа келіп 7 теңгеге сататынбыз. Солай күнімізді көріп жүріп, мен 9 сыныпқа көштім. Әкем үйдегі қаздарды сатып сиыр алдық. Оған да жем шөп жинау менің мойнымда. Ол кезде қазіргідей құбыр суы, яғни колонка жоқ қой. 2 километр жерден ішетін су таситынбыз. Өгей ағам маған қамқор болып көмектесіп жүрді. Екеуіміз әбден туған бауырдай болып кеткенбіз. Қайда барсақ та бірге барып, бірге жұмыс істейтінбіз. Бірақ әжем мен ағамды сол бойы көрмедім. Әкем көрсетпеді. Солай жүріп мен 11 сыныпты бітірдім. Жұрттар құсап әдемі киініп, соңғы қоңырауға да қатыспадым. Тіпті қосшасу кешіне де бармадым. Енді бар ойым оқуға түсу. Әкем шарт қойды. Экзаменнен өттің, өтпесең күйеуге тиесің. Айттырып жатқандар көп деп шорт кесті. Мен қалайда оқуға түсуім керек. Өгей ағам көмектесіп, екеуміз қалаға барып тапсырдық. Өгей ағамның қалада оқитын жолдас баласы бар екен. Соған қалайда оқуға түсуім керектігін айттық. Ол мән-жайды естіп көмектесетін болды. Ертесіне экзаменге барамыз деп қалаға шығып кеттік. 7 мектептің алдында қабылдауға барып, тест тапсыруға жолдама алдық. Ол кезде ең жоғары балл 60 болатын. Үйге келген соң 2 аптадан соң маған хат келді. Құттықтаймыз, сіз 48 балл алдыңыз. Семей қаласына салық бөліміне оқуға түстіңіз деп универдің адресін, жатақхана бәрін жазып жіберіпті. Оқуға тапсырғанымды үйдегілер білмейді ғой. Әкем қуанып қалды, бірақ өгей шешем қарсы болды. Ол жақта не бар? Алыс, өмірінде көрмеген жер, бұзылып кетесің. Одан да күйеуге тый, оқу сені не тенің дегенде мен әкеме қарадым. Әкем бара бер, тыңдама оны дегенде ишара көрсетіп көзін қысты. Мен қуанып қалдым. Сонымен 2 айдан соң қайдасың Семей деп пойызбен жолға шықтым. Семейге барғанда орналасып болған соң үстімдегі сыздауық басып ауырып қалдым. Өйткені алдын үйдің сыртын сылау үшін мұздай лай балшық кешкен едім. Содан суық өтіп кетсе керек. Әрі климат жақпады ма білмедім. Үстімнің бәрін жара басып 1 ай ауруханада жаттым. Ол жақтан жазылып шыққан соң оқуға барғанымда қыздар мені қатарына қоспай, жарасы жұғады деп кейін өзіме жақын дос қыз тауып алдым. Жанымдағы 3 қыздың да рулары Найман екен. Мен де Найман болғандықтан 4-еуміз де рулас болып шықтық. Семейде бар күшімді оқуға салдым. Кітапханадан шықпай оқитынмын. Себебі шәкіртақыға іліну үшін жақсы оқуым керек болды. Не керек, оқуымды жақсы оқып, шәкіртақы алып, үнемдеп, өз күнімді өзім көріп жүрдім. 1,5 жылдан соң Шымкентке практикаға келдім. Жарты жыл практикада болып, қол қойдырып, ақшамнан 1 тиынын құртпай киім алып қайтатынмын. Әкем қызыма бер деп өгей шешеме ақша тастап кетеді екен. Ол маған бермейді ғой, кейін әкем сұраса я берді дей салам. Мен үшін ұрыспасын деп ойлаймын ғой сонда. Сонымен оқуымды бітіріп ауылға қайттым. Дипломды берерде Шымкентке барған соң биржаға тіркел деген болатын. Сол биржаға барғанда ағамды көрдім. Неше жыл көрмеген ағамды көргенде бірден таныдым. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Жарайсың, сен оқыпсың. Қайта мен оқымадым. Сен жақсы болсаң болды. Маған соның өзі жеткілікті. Өздеріңіз қалайсыздар? Әжем қалай? Талғат ағам үйленді ме деп сұрақты жаудыртып жатырмын. Әжемнің 2 көзі де көрмей қалды. Талғат ағам сол бойы үйленбеді. Әжеме қарап үйде отырады. Мен электрик болып жұмыс жасап жатырмын. Үйдің бар ауыртпашылығы менің мойнымда. Әжем әкене барып кешірім сұра, әкенмен табыс деген соң барып едім, алайда әкем маңына жолатпады. Менің ұлым жоқ, сен мен үшін өлгенсің деп үйге кіргізбей қойды. Дегенде мен ағамды құшақтап ұзақ жыладым. Үйге барған соң әкем мені күйеуге береміз, біреулер айттырып жатыр деді. Мен ол кезде 21 жаста болатынмын. Бірақ мен ол кезде есейіп келгендіктен оларға қарсы шықтым. Мен күйеуге тимеймін, сіздермен тұрғым келмейді, мен әжеммен тұрамын деп әкемнің қарсылығына да қарамай әжемнің үйіне кетіп қалдым. Әжемнің
Үйі тозып кеткен Талғат ағам да әбіржіп қартайып кетіпті. Әжем менің келгеніме қуанып жылап алды. Екі көзі көрмесе де сипалап үй тірлігін істеп жүр екен. Мен бара салып үйді тазалап, әктеп сылап кірісіп кеттім. Ағамның жүретін қызы бар екен, екеуі үйленді. Ағам өзінің жинаған ақшасына қалың мал беріп құдалығын шақырттық. Қонақтар кеткен соң әжем мені шақырып алып, менің көзімнің тірісінде өз тенінді тапқын. Әкенің түрі анау бір қатынның соңынан кетті. Ағайын туғанмен жұмысы жоқ, ол да бір шіріген жұмыртқа. Аман болсын, қайтем енді. Талғат ағанды көріп отырсын, жасы 50-ге жақындаса да үйленбеді. Үміт күткен екі ұлым да үмітімді ақтамады. Қай жерден қателестім екен? Атан екеуміз осылар үшін барымызды салып едік деп әжем біраз көз жасын сығып алды. Көрші жеңеше ағамның құдалығынан кейін келгіштеп кетті. Бикеш, сені бір жігітпен таныстырсам деймін, өте жақсы жігіт, өзі милиция болып жұмыс істейді, ішпейді, шекпейді деп мақтауын келтіріп жатыр ғой. Таныссам танысайын, біздің жағдайымызды біледі ме? Ойбай, бәрін біледі. Сені өткенде құдалықта көріп бірден ұнатып қалыпты. Сен ұяктеп жүргенде келіп үстеліңді көтеріскен бала ше, сол ғой. Байқамаппын. Неге сол кезде маған айтпағансыз, ұят болды ғой деп қоям. Ертесіне жігітті көрші жеңешем үйге ертіп келді. Ағам жұмыста болатын. Өз жеңгем екеуміз шай беріп күтіп алдық. Жігіт өзі сымбатты, формасымен келісіпті. Маған негізі милиция жігіттер ұнайтын. Содан тез тіл табысып кеттік. Бір апта сөйлескен соң ол мені алып қашатын болды.